Кайырлы кеш, әріптестер, қалдарыңыз қалай? Қазір мен сіздерге қандай жұмыс жасасам да ссылкасын бәрін жіберіп отырамын. Ең бірінші оңайдан бастайық. А, Ең бірінші оңайдан бастайық, иә. Так, арқан тарту қазір трендте болып жатқан. Бұны білесіздер, иә сіздер? Математика сабағында бұның ағылшынға, орыс тіліне де пайдалануға болады екен, настройкасының ішіне. Бірақ мен ашқан жоқпын. Міне, неге жарысады ғой математика. Мына бастауыш мұғалімдер болса, мына тіпті жақсы керемет нәрсе. Балалар жарысады кәдімгідей. Міне, үстіге шыққан кезде қате жасаса, көрдіңіз бе қалай эмоциялары. Так, давайте. Бастауыштар болатын болса, жіберіп қояйын. Көріп алыңыздар. Бұл өте оңай жасалады. Сайт қой кәдімгі. Дайын сайт. Міне. Сіздерге жіберемін. Практикум деген, иә. Міне. Жоғарғы класстарға бола ма? Мұндай бола ма? Осыны құрастыруға бола ма? Болады, бірақ та оның ішінде кішкене сложный вариантын аласыз. Жай ортасында кішкене демалып нету үшін ғой. Так, неме дейді? Бұны қалай жасауға болады? Міне қазір сіздерге көрсететін боламын. Так. Тез уақытымызды үнемдеп пайдаланайық. Сайтты сіздерге жібердім, иә? Бұл сайт жібердім. Енді бұны мен оң жағын басамын да, перевести на русский язык деймін. Или мына жерде қараңыздар. Үш точканы басасыздар да, выбрать другой язык деп қазақшаны тауып алайық. Қазақшаны тауып аламыз. Қазақша. Міне, кетті. Перевести дейміз. Математикалық ойындар. Бұл бастауышқа керемет жақсы 5 класстарға да болады. Мысалы, арқан тарту, иә? Кірдік. Плюсқа бересіз ба, минусқа ма, көбейтуге ма, или бөлуге ма. Мысалы, қосуды алайық. Мынау 1-класстар үшін өте жақсы. Мынау 2-ші, 3-ші көресіздер. Мынау ары қарай кәсіби деген кішкене қиындау. 4, 5, 6 мекен сол. Бірақ синус, косинус емес, именно осы 4 таңбаға ортасында кішкене миды жаттықтыру үшін жасап жүруге болады. Жаңадан бастаушыны әдейі басайын сіздерге. Енді қараңыздар, арқан тартуға бардық, иә, біз арқан тарту 7-ге 5-ті қоссақ, мысалы 12 десек, мына жақ тартады. Бар дейсіздер. Міне, тартып тұр, көрдіңіз бе? 10 десек, мына жақ тартады. Көрдіңіз бе? Мысалы, міне, 17 десе, мына жақ тартады. Ал егер қате деп, мысалы, 3-ті баса салайық жайынан, көрдіңіз бе? Қате деп тұрады. Енді мына жерде, мысалы, 9 десек, екінші жағында интерактив тақтаға 2 баланы шығарып қоясыз. 2 баланы шығарасыздар. Олар прям енді бір-бірін жеңу үшін мына жерде есепті естер шығап тура деген шығарады ғой. Керемет. Енді қараңыздар. Тура осы арқан тартудан басқа осы сайттың өзінде тайғақ бағанға өрмелеу деген бар. Тағы да қосымша мен бастауышты ала салайын. Сіздер өздеріңіз қарап көресіздер, зерттеңіздер, нешінші классқа болады екен. Енді қараңыздар. Мына жерде бұл грек ағашына өрмелеудің математикалық әдісі дейді. 9-ға 3-ті қосқанда, мысалы, 12 десем, мысалы, иә, мына жақ шығады. Енді қараңыздар, мына жақта, мысалы, 11 десем шығады, иә. Енді мына жерде мына бала асығып қате жазып қойса, мысалы, 12 емес 11 деп болса, мынау қайтадан түсіп кетеді. Көрдіңіздер ма? Бала бұл жерде өздерін қателеспеуге тырысады. Даже қатты асығып тұрғанның өзінде де мынаны өшіру үшін с-мен өшіріп тастайды. Қайтадан, мысалы, 12 дейді, шығады, иә, міне өрмелеп шығып жатыр, мысалы. 7. Бұл балаларға кәдімгідей эмоционально қайтсе де шығып, қайтсе де мынаған шығуға тырысады да, есепті шығарғанға қызықты. Математика сабағында пайдаланған өте керемет. Мен, мысалы, өзім пайдаланғам. Балалар деген бір-бірін шыңғырып тұрып, міне, мысалы, 15 десек, міне, ең үстіне шығып кетті, мысалы, міне. Вот, міне, сол жақ ойыншы жеңді дейді. Қайта ойнату дейді. Қайтадан кеттік. Бұл жерде үшіншісі қақ жарысы дейді. Тағы да, мысалы, қосымша деген ол мына жерде кішкене бұл басқа елден келген.
сондықтан да дұрыс аударылмаған. Жаңадан бастаушы, мысалы орысшасы жақсы аударылған, қазақшасы онша аударылмаған. Енді қараңыз, мен бастауыш мұғалім, мен кіре алмадым, ақылы деп дейді. Ақылы емес, ешқандай ақылы емес. Мен қазір шығып кетіп қайтадан кіріп көрсетемін. Қараңыздар, мынаған кірдіңіз, иә. Үшіншісі мына екеуі жарысады. Қараңыздар, 13 басқасам, көрдіңіздер ма, міне 10, ой, 10, міне алдыға қарай шығып отырады. Қателессек, қателесіп көрейік енді, иә. Қателесіп көрсек, ол мына жерде орында тұрады, көрдіңіздер ма? Мынаны қателескенді кетіру үшін С деген клавишті басасыздар. Енді мен мына сайтқа кірдім, ешқандай қиындықсыз. Сіздер де міне оң жағын басып кірдік, иә. Міне осылай кіріп кетті. Бірақ мен регистрация жасап қойғам ғой. Сіздер регистрация Google аккаунтпен регистрация жасайсыздар. Бірақ қазақшаға аударып алуды ұмытпаңыздар, міндетті түрде. Міне, перевести на казахский язык деп уже тұр менде, көрдіңіздер ма? Болды. Енді Бұл басқа пәндерге қолдануға бола ма? басқа пәндерге қолдануға болады, қазақ тілге, ағылшынға пайдалануға болады. Бірақ мен бар ғой, бұның өзінің ерекшеліктерін әлі қараған жоқпын. Тек математикасын қарадым. Бірақ настройкасының ішінде қарап табып алуға болады ғой деймін. Өйткені мен Индонезия, Пакистан сол жақтардың осындай сабақтарын қараймын. Өйткені олар бізден кішкене алдыға қарай жүреді. Содан пакистанша, Индонезия не киіп алады ғой, шар киіп алып жасайды ғой, қыздар да. Немесе хиджаб киетін. Соларды көп қараймын. Солардан үйренемін негізі. Сонда көрдім. Кәдімгідей ағылшын тілі мұғалім жасап жатқанын көрдім. Содан кейін орыс тілі мұғалім, значит, мына жерде бар бір жерде. Мына жерден қарау керек те, настройкасынан табу керек, наверное. Жоқ, мына жерде емес. Егер мен тауып алатын болсам, сіздерге содан кейін жазатын боламын, жарай ма? Қазір Жақсы. екінші сабаққа көшейік, иә, математика. Бұған мен қазір отырсам отырып қалам, көп уақыт кетіп қалады. Ұнады ма сабақ? Үйреніңіздер ма? Жақсы, негізі иә, өз пәндерімізге болса жақсы екен, жасауға болады екен. Бастауышқа енді осылайынан. Бірақ көрдім, именно сол Индонезия, Пакистан басқаға жасап жатқан. Так, екіншіге кеттік, е, давайте. Тез істейік. Екінші, алдында да көрсеткен болатын, мозаика жасап үйренбегендер бар шығар, көрсетейін қазір. Бұл жерде балаларға қызығы өздерінің фотоларынан жасалған. Бұны өздеріңіз жаңа тақырыпқа, міне, көрдіңіздер ма? Балалардың фотолары өздерінің фотоларын өздері құрайды. Так, міне. Бірінші мен кәдімгідей класты фотоға түсіріп алдым. Соны чат GPT-ға бардым да, фонын, мысалы, тәуелсіздік па, тәуелсіздік қандай болса да, қандай фон жасағыңыз келеді, промптқа жазасыз да, өзіңіздің классыңыздың балаларының артына әдемілеп промпт жазып, осылай құрап алуға болады. Енді қараңыздар, мен сразу жұмысқа көшейін. Сіздерге мен беріп қоямын ссылканы. Сол ссылкамен кіресіздер. Бұнда да регистрация жасау керек шығар қазір. Мына ма, осы ма біздікі? Міне, кетті. Осыған кіріңіздер. Мен де кіремін. Міне. Менде тұр екен ғой мына жерде. Міне, осылай ашылады, қараңыздар. Осылай ашылады. Шығып кетейін, шығып кетіп көрейін, иә. Войти дейсіздер. Войти дейсіздерде өздеріңіздің электронный почталарыңызды кәдімгідей регистрация жасап аласыздар. Жарай ма? Регистрация жасап алғаннан кейін осындай бет ашылады. Регистрация жасадыңыздар ма? Бұл сайт ақылы емес пе дейді, жаңағы математиканыкі. Арқан тарту, жоғары өрмелеу, ол сайт ақысыз, бесплатно. Так, кірдік па? Әріптестер, кіріп алыңыздар. Регистрация жасап кіру керек болса, асықпай содан кіріп алыңыздар. Мен сіздерге көрсетейін, иә? Давайте. Жасай берейін ба, ары қарай жалғастыра берейін ба, комментарийға жазыңыздар чатқа.
Жасай беріңіз. Хорошо. Енді мен бағана айттым иә, чат GPT-ға мысалы бір фотоны беріп, мысалы чат GPT бәрімізде бар иә, чат GPT бар ғой, пайдаланамыз ғой. Плюс батырмасын басамын, добавить деймін иә, добавить деймін. Одан кейін өзімнің бір кез келген бір фотомды аламын. Или классыңыздың түскен фотосын аласыз. Классыңызды фотоға түсірсеңіз, мысалы мен мынау тойда түскен фотом. Осы тойда түскен фотоға өстіп жазамын. Жақын арада мысалы жаңа жыл ғой иә, мысалы мен тәуелсіздік болғанда алды тәуелсіздік болған. Жаңа жыл, жаңа жыл мерекесіне мере- мерекесіне арналған арналған фонмен әдемілеп фото генерациялап берші. Фотодағы адамның үстінде жаңа жылдық киім болсын. Ақша қар мысалы иә, ақша қар болуға ақша қар деп жазалайын, болды, кетті міне. Иә, енді қазір чат GPT бізге жасап береді. Точно так же сіздер де фотосын, классыңыздың фотосын түсіресіздер де, тура сол жерде чат GPT-ға саласыздар, фон осындай болсын, заманауи сынып болсын, качественный болсын, сапалы болсын деп жазасыздар. Одан кейін чат GPT сіздерге жасап бере салады. Сол міне жасап жатыр. Бесплатный болғандықтан менде кішкене уақыт алады қазір, кішкене иә, уақыт алады. Негізі чатқа осы чат GPT-ға промптты дұрыс жазсаңыздар болды. Барлығы жасалады. Әдемі жасап шығады. Мына фотоны жіберіп, не договорила. Короче, қыздардың бәріне айтып қойдым. Ана біздің кішкентай елкаға босатып қояды. Алексеевкаға барып, мынаны ауыстырып әкеледі. Мына елка бізге келеді. Олар бізге кіші елканы алады. Кеш жарып қалайсыз? Баламен планетада отырып сөйледі. Қазір иә, күтейік. Не деген көп жасайды. Артистерінен күтпей ақ қойсам қайтеді. Дайын фотодан немейді, атым ұмытып қалды ғой. Мозаика жасасам қалай қарайсыздар? Или күтейін бе? Келді. Міне. Көрдік па, әріптестер? Вот. Енді осыны аламын да, сохранить картинку как деп оң жағын басамын да, Снегурочка дей салайыншы. Менде неше түрлі істеймін ғой мен күні бойы. Так, болды, сақтадым рабочий столға. Енді бағанаға айтқан мозаика міне Jix Planet деген сайтқа бардым, иә? Мына жерден ашайын, иә? Мына жерден бардым. Енді сол жерге создать деймін, батырмаға барам да, басамын. Создать деген ішінде изображение деп тұрады, иә? Сол изображениеға барып, жаңағы Снегурочка деген қайда? Мен көрдіңіздер ме, мен күні неше түрлі жасаймын. Мынандай да жасаған. Міне, Снегурочка дегенді алайын. Міне. Бірақ бұл опять же өздеріңіздің сыныптарыңыздың деңгейлеріне қарайсыздар. Мысалы, міне қараңыздар, 6-дан тұрады, иә? 8-ден тұрады, 12-ден тұрады, жасауға болады. Формаларында өздеріңіз білесіздер, қайсын алғыларыңыз келеді. Содан кейін мына жерге Снегурочка дей салайын. Снегурочка дей салайын. Тақырыбы берейін, название тоже Снегурочка снег дей салайын. Сұрайды, создать дейміз. Болды. Құр деп айтамыз. Ол қазір құрып береді бізге. Міне, жасап қойды. Енді балаларды тақтаға шығарасыздар да, бұл осы суретті құрғызасыздар. Міне. Өте оңай. Балаларға өздеріне ұнайды. Өздері құрау вообще қатты ұнайды. Егер жаңа сабақ
тың тақырыбын жасағыңыз келсе, онда да тура осылайынан PowerPoint-қа міне көрдіңіздер ме? Все құрап шықтым. Енді осыны поделиться деп өзіңізге жіберіп алыңызға болады. Үйде жасайсыз ғой. Содан кейін интерактивті тақтадан қайтадан мына жерге барасыз да, мына жерде оң жаққа сол жаққа барып тұрған стрелка бар ғой. Соны нетсеңіз, ол қайтадан бұзылады. Көрдіңіздер ма? И қайтадан жинатқыза бересіз. Мына ішінде мои пазлы деген бар. Оның ішінде мен жасаған пазлдар бар. Мен мысалы 16 желтоқсанға жасаған пазлым мынау, иә. Бұны бұзып тастап, мысалы әртүрлі тақырыпта жасауға болады. Балаларға өздерін қызықтыру үшін, мысалы көрдіңіздер ме? Ол фотоның бәрін мен мысалы бәрін ChatGPT-ға жасадым. Түсінікті ғой, иә, бұл сабақ? Енді кешіріңіз сұрасам бола ма? Иә. Бұл жерден жасаған мысалға мынау электронный вариантта ғой, енді осы пазлды мысалға қию үшін бумажный вариантта жасауға бола ма? Бумажный вариантқа ол басқа программа. Негізі мынаның ішіндегі, ол басқа программа, ол менде тоже сабақ бар болатын. Салып, мына жерден де бар Бізде мысалға ондай нелер жоқ та, тақталар жоқ қой интерактив мысалға. тақта жоқ па сізде? Иә, интерактивный ондай құратын тақталар жоқ, сондықтан ана балаларға мысалы бумажный вариантта қолдан тартуға бола ма екен дегенім ғой. Бар, негізі бар ғой, мен оны салдым ба салған жоқ па, есімде жоқ. Міне мысалы деп жасал. Бірақ та бар ғой, өздеріңіздің егер фотоларыңызды ешқайда жібергілеріңіз келмесе, онда тек қана осы не деп тұрады ана жерде. Басқа жерге бола ма деген сияқты разрешение сұрайды, жоқ дейсіз, иә? Міне. Мынау вообще күшті, қараңыздар. Қазір сіздер осыны сұрап отырсыздар ғой деймін. Это не игра. Я хочу. Тихо, я всем объясняю. Урок объясняю, потом будешь, ладно? Ой, мынау келмес, не. Осыны сұрайсыздар қазір. Мына жасағым ба, келді деп айтасыздар. Последний жасай сал, болды, кетті соның. Менде зумның уақыт өтіп жатыр. Ой. Все, молодец, спасибо, иди. Мам, второй Так, иди, хочу. кет. Второй колға. Так, әріптестер, осымен бұны жаптық, иә? Келесі. Енді біз білгіміз келеді. Нені дедік? Так. Мынандай жасауды, иә? Ал кеттік, осыны жасайық. Бұны мен қайсыған жасап едім. Уже ұмытып қалдым, мен күніне нешеу жасаймын. Так. Жемінемет. Мынау да жақсы. Жер, планета деген бар ғой. Егер үйрететін болсаңыздар, мынаны мысалы Марсты қайда қойғыларыңыз келеді, қай жерге келген бала орналастырады. Көрдіңіздер ме? Юпитер деген, мына да орысша, қазақшаға күн планеталары ғой мынау. Интерактив тақтада көрсетуге болады. Так. Мынаны үйретсейін ба сразу? Я осыны көрсетшеміз. Ал, давайте. Бұны кәдімгідей өздеріңіздің балаларыңызды фотоға түсіресіздер. Бірінші. Фотоға түсіресіздер де сурет салғызып аласыздар. Одан кейін сурет салғызып аласыздар да, міне, мен мысалы сурет салғызып алдым, иә? Сол суретті әкелдім де промпт жаздым. Промптым былай. Қараңыздар, мен бұл нені грок қой, кәдімгі grok.com деген. Копировать, сіздерге жібере салайын. Так, кеттік. Бұған да өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен регистрация жасай саласыздар. Одан кейін сол grok.қа барасыздар. Барғаннан кейін, мысалы, қазір көрсетемін сіздерге. Егер сіздерде қазір сурет данный момент жоқ қой, мен сұрай салайын. Баланың өз салған суретімен фотосы керек дей салайыншы. Болды, Google-дан ала салайын қазір. Мысалы, міне. Мысалы, бала фотоға түсіп отыр, өзі фотоға түскені жоқ екен ғой.
Давайте, онда мен өзімнің бар фотомды жасайын, сонымен жасайын. Так, кеттік. Мынау промптты сіздерге жіберіп қоямын қазір. Бұл промптты қазір біз өзгерте береміз. Промптты жіберіп қояйын, иә? Грокқа барамын. Қайда Грок? Бардым. Енді мен мына жерде басқа фотоға, мысалы, чат деген, міне, өстіп ашылады әріптестер, сіздерде осылай ашылады. Ең бірінші басталған кезде өстіп ашылады. Сонда Грок дегенге барасыздар ғой. Сонда осылай ашылады. Сонда create image дегенге барасыздар. Осыған барасыздар да, иә, осыған барасыздар да, ең астыңғы жағында міне прикрепить деген тұрады ғой. Стрелканы ашасыздар да, загрузить файл дейсіздер. Загрузить файл деп, мысалы, мен қазір заңғар, міне, может осында, бұның фотоларын мен білмейді екенмін. Алдында жасатқан фотоларым ұмытып қалдым қай жерде екенін. Так, Г емес. Салған суретімен баланы түсірген фото жоқ иә сіздерде? Кімде бар, жібере қойыңыздаршы неге? Чатқа. Ондай түсірген жоқсыздар ма? Жоқ, мен қайда салғанымды білмеймін. Баланың қолында міндетті түрде өзі салған Иә, сурет иә, болу иә, керек па? өзінің салған суреті болу керек, иә, аха. Сонда ол қызықты болады, өйткені жаңа көрдіңіз ба, допты айналдырды ғой. Басқа өзі мысалы ұстап тұрған сияқты суреттер болмай ма? Жоқ, давайте мен мынаны істей салайыншы. Бұған мен қазір промпт қоймаймын енді. Мынаны істей салайын. Әліппе, иә? Не істеймін бұны? Әліппені не істей аламын? Әліппе ұшып кетіп қалсын ба? Бұл оживляться ете алмайды ғой енді. Ал, давайте көрейік. Баланың түрі өзгермесін дегенге адамның дейміз, иә? Адамның түрі өзгермесін. Фотоны креативті түрде жандандырыңыз. Адам, әйел дейсіз ба? Әйел дей салайықшы. Әйел дейік па? Міне, әйел қолындағы түрлі түсті салған, қолындағы кітапты ұстап тұр, иә? Қолында кітапты ұстап тұр. Ой, кенет қолындағы кітаптың суретіндегі балалар кітаптан шығып ойнай жөнелді деп көрейік. Енді бұл сіздердің фантазияларыңызға байланысты негізі. Қазір білмеймін, кейбір кезде жасанды интеллекттер жарық шашып деген ол ана жерде бүйтіп не келтіру керек. Қағаздан көтеріліп дейді. Шынайы 3D балаларға айналды. Балаларға айналды. Не дейміз? Доп баланың қолынан. Мынаны алмай қойшы. Артқы фонда. Так, кетті. 3D балалар артқы фон қиял ғажайып ертегі іспетті жұмсақ арман әлемде болсын видео генерация ал көрейікші осыны. Сделать видео дейміз. Мына мен фотом. Бұны мен Gemini'ге жасатқызып алдым осылай. Сіздер де жасатып аласыздар. Кішкене түрі өзгереді, көрдіңіздер ме? Мына келе жатыр, көрдіңіздер ме? With technology. Мынаған дауысты Today, жіберуге we're болады, көрдіңіздер ме? introducing a new educational tool that combines Мына істемеді, жүріп келе жатқанын ғана істеп тұр, әріптестер, көрдіңіздер ме? Бағана айттыңыздар ғой сіздер, келе жатқанын осыны көрсеткім келеді, үйренгім келеді деп, иә? Енді бұны сөйлету үшін сіздерге мен группта ма, қай жерде еді? Так.
Детская. Gemini'de ма қазір? Хейджинда да сөйлете аласыздар, әріптестер. Қараңыздаршы. Хейджинда да былайына сөйлете аласыздар. Бағанағы тәуелсіздікке сөйлеткен жасанды интеллекттердің көп негізі бар ғой. Бұның ішінде бар еді ғой несі. Атар десем, жасалған түрін көрсетейінші қазір сіздерге. Міне, мынау жасалғаны. Сіздерге дауыс естіле ма? Вообще негізі менің айтып жатқан. Естіліп тұр сіздің дауысыңыз, иә? Жоқ, мына компьютердікі естілмейді, бірақ. Солай ма? Жоқ, естіліп тұрған. Иә, компьютер естілмейді. Welcome to the new era of video Енді естілді. Естіліп тұр. Ағылшынша сөйлеп Simply тұр ғой. type your script to get started. Оған сіздер уже промптта жазу керексіздер. Осындай сөз айтсын деп жазу керексіздер. Көрдіңіздер ма? Мен қазақша жасаған болатынмын негізі. Промптын таба алмай тұрмын да, просто. Хейджин деген жіберіп қояйын ба сіздерге тоже? Или анаумен жасаған ұнап тұр ма? Қайсымен жасаған ұнайды? Иә, бұны да жібере салыңыз. Грок тайбат қой. Жібере беріңіз, көрейік. Міне грок айбат, көрдіңіздер? Жаңағы сіздің мына апталыққа мынау жақсы, негізі. Апталыққа осы жақсы. Оның бәрін ChatGPT-ден аламыз ғой, иә, сонда бәрін. Оның бәрін, иә, ChatGPT-ден аласыздар, түгелін. Сұрап аласыздар. Промпт деп өзіміз жасаймыз ғой, иә, промпт. Міне Google Gemini'ға барасыздар да, иә, Google Gemini'ға, міне, мен өстіп жаздым. Сіздер қазір, міне, мына фотомды, иә, осы фотом, тойда түскен фотом, соны алдымда мынандай қылып жасаттым. Көрдіңіздер ма? Міне. Одан кейін маған алда қолыма әліппе жасап, қолыма әліппе ұстап берші деп едім. Ол мынандай әліппе істеп қойыпты. Содан кейін мен әліппенің фотосын жібердім. Қолымда осы кітап болсыншы деп. Содан кейін маған былай істеп берді. Бұл Gemini, көрдіңіздер ма? Gemini тоже күшті. Мұны скачать етіп алу керек ол үшін, иә? Жоқ, скачивать етпейсіздер. Бұның барлығы кәдімгі жасанды интеллекттер ғой. Сайттан жасай бересіздер ғой. Міне. Жоқ, Gemini'ді скачать етіп алу керек па? Скачивать етпейсіздер. Gemini ол не ғой? Немеше еді? Кәдімгі бұл жасанды интеллект сайты ғой. Қазір. Міне бағана мен не жасаған? Баланың суретін мына қазір жаңа жыл ғой, мысалы. Жаңа жыл, иә? Сол баланың суретін осындай персонажда жасап берші деп айттым, иә, ChatGPT-ға. Одан кейін оны мен характер ай деген программа бар. Бұл мультяжныйды жасайтын. Қазір көрсетейін сіздерге. Характер ай. Мен бірінен біріне көшіп жатырмын. Сіздер үлгеріп жатсыздар ма? Ұқпай жатқан жоқсыздар ма? Бірақ записьті аласыздар, қайтадан қарап аласыздар, иә? Қайсы оңай, соған қарай секіріп жатырмын да. Міне қараңыздар. Бағанағы жасағанды көрсетейін сізге. Бұлар енді сіздерге ұнайды. Өйткені мультяжный өздеріңіздің сабақтарыңызда пайдалануға болады. Қазір. Согласиться и продолжить дейін, иә? Бұның ішінде міне. Баланың бірақ дауысын жазып алдым мен. Дауысын баланы жазып алдым. Одан кейін мынаны ChatGPT-ға осындай фея керек, қандай мультяжный не керек, соны айтасыз. Міне. Жаңа жыл жетістік пен өнер мерекесі атты жаңа жылдық іс-шараны көруге шақырамыз. Іс-шара барысында оқушылардың үйірмелері мен секцияларда меңгерген білімдері мен өнерлерін тамашалайсыздар. Бұнда мен, видимо, сіздерге дауыс естіліп тұр ғой, иә, мынаның? Иә. Промптта мен мына берген кезде қазір қайтадан сіздердің көзінше жасап көрсетейін осыны. Мынау бір жақсысы сол. Так, ChatGPT-ға барамыз, мысалы, иә. Мен тура осы суретті сұраймын. Мультяжный вариантты жасап берші деп айтам. Мысалы, осы суретті, осы фотоны мультяж стилінде жасап берші деймін. Мысалы. Ой, қазір енді көп істеп қалама.
Одан кейін мен уже дауысты жаздыртып алған. Бағана қандағы 3 класстың баласының дауысы. А, тоже өзінің баланың өзін алдым да, фотосын қойдым да, осыны мультяжный қылып істеп берші деген кезде бағанағыны істеп бергені. Мынау жаман осы. Бесплатный қиын. А мына платный болса ғой, чат GPT зу еткізеді, сразу жасап қояды, тез жасайды. Күтейік па? Күтейік, е? Ой, шыдамаймын. Работка жасап А, отырған міне. врачта. Иә. Вот, не көрдіңіздер ма? Осыны сохранить картинку как дейміз. Соны, мысалы, мен шақыру дегенге қоя салайын деп бағана шақыру деп жасаған болатынмын. Шақыру. Или мен басқа компьютермен жасадым ба? Мен басқа компьютермен жасаған ғой. Жоқ. Так, ладно. Так, сохранить картинку как. Енді осыны сөйлетейік. Рабочий столға, мысалы, мультяж деге, мультяж дей салайық. Көрдіңіздер ме, мен қазір бұны сөйлеткенде де дауысты таба алмаймын ау, қазір бағана өшіріп тастаған ғой деймін. Енді осыны сөйлету үшін iCharacter дегенге барам. iCharacter дегенге барамда, как раз бағанағы дауыс егер тұрса сақталып жақсы болар еді мына жерде. Жоқ. Бұны iCharacterға қайтадан кіру керек. Сіздерге көрсету керекпін ғой, өйткені менікі опять ашылған. Осының аватар FX дегенге барасыздар. Аватар FX дегенге барасыздар. Одан кейін жаңағы мультяж деген загрузить изображение деп тұрады, е? Соған барасыздар. Мультяж дейік, е, рабочий столдағы. Мультяж. Қайда? Міне. Иә. Енді астыңғы жағына загрузить аудио деген бар. Мынау айналып болғаннан кейін загрузить аудио дейсіздер де, осының ішінен біз аудио табу керекпіз. Ол аудионы біз қазір қайдан табамыз? Может, мына жерде бір аудио бар шығар. Міне, ала салайыншы, мына бірақ ұлдікі. Ала салдым аудионы, сіздерге просто көрсетуім керек болып тұр да, мына сөйлетуге. Содан кейін мына жерде мынаған жазасыз. Құрметті әріптестер, сіздерді математиктер бірлестігі апталығы аясында өтетін іс-шараларға шақырамын. Бұл апталықта біз жаңа әдіс тәсілдермен танысып, ашық сабақтар өткізіп, тәжірибе алмасу мүмкіндігіне ие боламыз. Әрбір сабақтың тиімділігі мен қызықты әдістерін бірге талқылап, білімімізді бірге жетілдірейік. Сіздерді қуана күтеміз. Ізгі ниетпен, Архимед аталарыңыз. Бұны да жасанды интеллект айтты, оған аудио жаздырта салдым. Сол айтқан болатын. Мынау енді қазір қыз бала ер адам. Аудионы қалай жасадыңыз? Аудионы жасау үшін былай істейсіздер. Оң жағын басасыз, поисковикке барасыздар да. Текст на аудио казахский деп жазасыздар. Мен өзі
жаза салам на казахском деп, солайынан. Соның ішінде, мынаның ішінде міне озвучка текста на языке роботом онлайн деп тұрады. Осыған баруыңызға болады. Кез келген напкинай бар. Мысалы, мына жерге жазамыз, неме деп айтамыз? Ашық сабаққа қош келдіңіздер деп жазайық, мысалы, сол жерге жазасыздар, міне озвучка деген жерге, и озвучить текст дей саласыздар. Болды. Енді бұл жерде мен Ашық сабаққа қош келдіңіздер. көрдіңіздер ма? Не, Амира деген орнына можно мужчина десе, мужчина, женщина болса, женщина, мысалы, Мади жаңағы менің нем, Мади болған, жаңағы выбрать деп, мысалы, бұнда болады, не, ер адамдікін. Ашық сабаққа қош келдіңіздер. Көрдіңіздер ма? Міне, шықты. Скачать деп, мына жерден ала саласыздар. Дауысты ала саласыздар. Көрдіңіздер ма? Мына жерге, міне, сақталында. Міне, ай характерді көрейік, жаңағы жасап болды ма екен. 95% дейді. Бұл жерде біз ер адам дауысын алып қойдық. Негізі мына жерде көрдіңіздер, мына жерге мультяжный вариант. Өз фотоларыңызды алмайды. Бұл өйткені мультяждық, сондай басқа персонаждарды ғана алады. Мына сайт. Ал бағанағы Grok, ол өз фотоларыңызды, Gemini өз фотоларыңызды алады. Құрметті әріптестер, сіздерді математиктер бірлестігі апталығы аясында өтетін іс-шараларға шақырамын. Бұл апталықта біз жаңа әдіс тәсілдермен танысып, ашық сабақтар өткізіп, тәжірибе алмасу мүмкіндігіне ие боламыз. Әрбір сабақтың тиімділігі мен көрдіңіздер ма? Түсінікті ма, әріптестер? Просто мына жерде мен ер адамдықын қойып қойдым. Қандай аудио бар, соны қоя салдым. Негізі бағанағы қызың дауысын қойған кезде бұл әдемі болар еді. Осындай жаңа жылдық кешке шақырамын деп родительдерін шақырды ғой. Потому что мен оны что-то жоғалтып алдым. Экранда жоқ. Так, енді Сіз айтқан жаңағы характері, солардың барлығы негізі скачать етілмей ма? Просто соған кіре береміз ба? Сол жағын жоқ, етілмейді, скачать етілмейді. Барлығын мен сіздерге міне жібере салам. Ашасыздар да просто Google аккаунтпен установка жасайсыздар. Тілін қазақшаға аудара алмадым.